Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен осындай сырниктің рецептісімен бөлісемін. Ол үшін бізге осындай майда түйіршікті, ұсақ және де құрғақ ірімшік қажет. Ірімшігімізге 3 ас қасық қант саламыз. Кейін оған 2 жұмыртқаны жарып қосамыз. Енді осы үшеуін жақсылап араластырамыз. Бізде бір келкі масса шығуы тиіс. Шыққан массамызды блендердің көмегімен жақсылап еземіз. Одан кейін оған 2 ас қасық ұн саламыз. Жақсылап бір келкі болғанша араластырамыз. Сырниктарымызды дайындайтын тақтайымызға ұн себеміз. Сонымен қоса қолымызға да жақсылап ұнды жағамыз. Сырниктарымыз жабысып қалмау үшін. Кейін осылай 1 ас қасық сырникті алып, жақсылап формаға келтіреміз. Барлық сырникті осылай дайындап аламыз. Одан кейін қызып тұрған табамызға сары майды жақсылап ерітіп аламыз. Қызған майдың үстіне сырниктарымызды орналастырып, қақпағын жауып, орташа отта пісіреміз. Келесі жағын аударып, оны да осылай қуырамыз. Осылайша біздің тез әрі оңай дайындалатын сырниктарымыз дайын. Барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін. Міндетті түрде жасап, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Рахмет.